Өз кезегінде аталған жұмыскерлер осы мемлекет тарапынан берілетін зейнетақы қорына жарнасы немесе әлеуметтік жарнаға байланысты өздері де кейбір әлеуметтік мәселелерден қағылып отырды. Бұл былай қарағанда еңбек нарығының теңгерімсіздігіне алып келді. Сондықтан бұл мәселені шешуге байланысты осындай екі заңнамалық шешім қабылданды. Енді еңбек нарығы бұл үздіксіз өзгеріп отырады. Үлкен өзгеріс. Біз қазір әлем елдерін қарайтын болсақ, бір елдер 4 күндік жұмыс жаңағыдай аптасын енгізіп жатыр дегенді естіп жатырмыз. Кейбір жерлерде 4 сағаттық немесе 6 сағаттық, яғни өте үйлесімді бір шетінен сондай гибкий графиктер енгізіп жатқандығын оқып жатырмыз. Бұл немен байланысты? Бұл жалпы ұрпақтың ауысуымен байланысты. Яғни еңбек нарығындағы белгілі бір ұрпақ, өздері мектептен өсіп шыққан, өзінің бір құндылығы бар ұрпақ еңбек нарығынан кетіп, солардың орнына жаңа ұрпақ алып келді деген сөз. Жаңа ұрпақтың өзінің жаңа құндылықтары бар, жаңа талаптары бар және жаңа сұраныстары бар. Енді еңбек нарығы бұрынғыдай бұның алдындағы 30 жыл бойғы ұрпақ еңбек жұмыс берушінің талабымен жаңағыдай соған мойынсынып, соның шаруасымен жұмыс жасады деген, енді ол қате болып қалды. Өйткені ол қазіргі таңдағы, менің ойымша, алдағы бір трендте жұмыс беруші жұмысқа алатын азаматтардың көңіліне қас-қабағына қарайтын кезең келеді. Өйткені мүлдем жаңа, еркін, құндылығы мүлдем басқа азаматтар еңбек нарығына тай-тай басып келе жатыр. Бұл бір мәселе. Текст жазып жіберу, мысалға консультация беру, сол себепті біздің пайымдауымызша 1,2 миллион жұмыс орны Қазақстандағы сол жасанды интеллекттің салдары немесе дамуына әсер етуі мүмкін. Сол біріншіден. Екіншіден, осы Қазақстанға біздің еңбек нарығымызға жастар шыға бастайды. Біздің 2000 жылдары туа бастаған жастар Қазақстанда еңбек нарығына шыға бастайды. Әр жыл сайын 300 мың адамның еңбек нарығына қосыла бастайды. Сол себепті біз оларға жұмыс орындары дайындауымыз керек. Бұл біріншіден олар, және де өздерінің бір Жұлдыз ханым айтпақшы, бұл бөлек ұрпақ. Бұларды біз миллениал болатын болсақ, миллениал деген группа аламыз. Бұларды біз зумер деп атаймыз. Бұлардың өзінің бір құндылықтары бар. Олар 6 болса тұрады, бұл жұмыс істемеймін, тұрады, кетіп қалады мысалы. Өмірді қабылдауы.